Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге шоколадный бисквиттің рецептісімен бөлісетін болам. Өте дәмді, биік болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен бір ыдысқа жұмыртқаны саламыз. Енді қанттың жартысын қосып, миксердің ең жоғарғы жылдамдығында араластырамыз, яғни миксерлейміз. Біздің массамыз пышный, әппақ болуы қажет. Міне біздің массамыз осындай пышный болуы қажет. Енді бөлек газғанаған ыдысқа қанттың жартысын су, какао, сары майды қосып плитаға қоямыз. Массаны қант толық ерігенге шейін қоямыз. Енді массаны кішкене суытып, біздің жұмыртқалы массамызға шоколадный массаны аз-аздан құйып араластырамыз. Кейін ұнға қопсытқыш қосып араластырамыз. Қамырға 3-4-тен бөліп ұнды саламыз және араластырып шығамыз. Енді қамырды формаға құямыз. Мен осылай форманы 2 рет фольгамен қаптадым. Енді 160-170 градуста 1 сағаттай біздің бисквитімізді пісіреміз. Бисквиттің пісқанын шпажканың көмегімен көреміз. Шпажканы тыққан кезде құрғақ болуы қажет. Мінекей достар, біздің бисквитіміз дәмді болып, биік болып пісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы видеоға лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.